Сәлем достар, осындай майда әдемі моншақтардан тиын салатын сөмке тоқимыз. Өте оңай, әдемі көрінеді. Бұның ішіне матасын тігіп, тиындарыңызды салып жүресіздер. Менің каналыма тіркеліп қоюыңызды өтінемін. Осындай леска аласыздар, ұзындығы шамамен 3 метрдей қылып алсаңыздар жақсы. Осыған 6 ірі моншақты өткізіп алып, ең соңғы бір моншағына лесканың екеуін де өткізіп, осылай қысасыздар. Сонда шеңбер болады. Енді осы екі лесканың басын біріктіріп, бір моншаққа өткіземіз. Екеуін де ортасына қарай келтіріп, қатты қыспай, орташа қылып бостау қылып, лескамызды сол жерде шетінде тұрған моншақтың екі лесканы бір моншақтың екі тесігінен оңнан солдан өткіземіз. Біреуін оң жағынан, біреуін сол жағынан. Бір моншақтан өткіземіз. Енді астыңғы қатардың екінші қатарын тоқимыз. Бұл бірінші қатары. Бір ақ кішкентай моншақ өткізіп, одан кейін екі ірі моншақ өткіземіз. Үшеу болды. Енді бекітетін кезінде тағы бір кішкентай ақ моншақты өткізіп, екінші лесканы да сол моншаққа өткізіп, сол ақ моншаққа екі леска өткіземіз. Сонда екеуін екі жаққа қарай тартқан кезде бекінеді осылай. Енді астыңғы лесканы осы астыңғы бір моншаққа өткізіп аламыз. Жоғар жағындағы лескаға екі ірі моншақ және бір майда моншақ. Осы майда моншақты келесі лесканы да өткіземіз. Екеуін екі жаққа қарай тартып бекітеміз. Жоғар жағындағысына екі ірі моншақ және бір майда моншақ. Келесі лесканы да өткізіп, екеуін екі жаққа тартып бекітеміз. Осылай тоқып қайталап кете береміз. Көріп тұрғандарыңыздай астыңғысына бір моншаққа өткіздік. Жоғар жақтағысына екі ірі және бір майда моншақ. Осы майда моншаққа келесі лесканы да өткіземіз. Бітетін кезде астыңғысы бір моншаққа өткізіп аламыз. Және де кішкентай моншақтар содан да шығарып өткізіп аламыз. Жоғарыға қарай. Біткен кезде біз қазір үшінші қатар тоқығанға. Енді мына жақтағы жоғар жағындағы лескаға екі моншақ өткіземіз. Бекітетін кезде кішкентай ақ моншақ өткізбейміз. Осы жерде өзі бар. Енді осыны алдыңғы моншаққа өткізіп, ал астынан шығарылған лесканы ең соңғы өткізген моншаққа өткіземіз кері қарай.
Сонда екі леска екі жаққа қарай екі моншаққа кіреді. Тартамыз. Міне бізде асы дайын. Енді жанын тоқимыз. Кішкентай ақ моншақ. Екі ірі моншақ. Және де кішкентай ақ моншақ тағы да екеуін екі лесканы да өткіземіз соған. Тартамыз. Енді біз үшінші қатардан бастап біткенше осы тоғыспен тоқимыз. Осы үшінші қатарда астыңғы лесканы бір емес екі моншақтан өткіземіз. Сразу екі моншақтан өткіздік. Мына жақтағысына екі ірі моншақ. Бекітетініне бір ақ моншақ. Кішкентай. Міне осылай қайырылады, өзі формасы шығады. Қайталап кете береміз. Астыңғы лесканы астыңғы екі ірі моншақтан өткіземіз. Жоғарғы лескаға екі ірі және бір майда моншақ. Осы тоғыспен біткенше тоқимыз. Астынан екі моншақтан өткіземіз және үстінен де екі ірі және майда моншақ. Міне осылай болып шығады. Ішіне ақ матаны тігіп дайындап алсаңыздар болады. Мінекей 6, 7, 8 қатар қылсаңыздар да болады. Осылай әдемі болып шықты. Енді осы лесканың біреуіне моншақтарды тізіп салып алсаңыз болады ручкасына. Бұл сумканы үйге іліп, бір жерге іліп қойсаңыздар да болады. Тиындарыңыз шашылып жатқан тиындарды ішіне салып қоясыздар. Екі шетін тең қылып, астыңғы моншақтарға кіргізіп, жақсылап бекітіп аламыз. Енді қалған лескаларды осы біздің шешіліп кетпес үшін моншақтардан айқастырып өткізе береміз. Сенімді болу үшін көп моншақтан өткіздім. Енді қалғаны қырқып тастайсыздар. Мінекей сумканың ішіне тең салып іліп қойсаңыздар болады, немесе кішкентай қыздарыңызға беріп магазинге жұмсасаңыздар болады. Сау болыңыздар.